асаба мен мобилографтың басына тиеді дейді ғой. Ішіп алып той жүргізетін асабалар да бар. Для храбрости 100 грамм құяйық дейді. Иә, Тойлар көп болатын. Қойбақ алмайтын жаманнан қолақпандай ұл туады екен ау, бірақ сенің шешең қарашаш жақсы еді ау. Қадірсіз шал, қаңғыма шал, бәрі жақсы шал емес қой енді. Ата сақал аузына түскен аталарымыз мас болып Бата сұрайсың ба бар? бата сұрауға келмейді уже. Жас қыздармен билеп жүрген шалдардан өзің айтпақшы, не деп ақыл сұрайсың? Арақ сасымай перегар жүрген жерде персе жүрмейді дей ма? Құдай үлкен ба, сіз үлкенсіз? Ой, не деп отырсың? Мына шалдардың арақ ішіп алып тойда билеп жүргенінің өзі қуаныш емес, ана трагедия. Енді сен сондай болмауға тырыс. Имандыққа қимайды. Жоқ. Апа сонда бұрын қай дінде еді? Пайғамбар жастамыз, абайлап сөйлеңдер. Құранды оқымаған, дымық оқымаған екен, сондағы қоя салыңыз осы жерде. Кенесарының басын сансызбай ұстазда бір рет отырып. Отағасы қайтыс болып кетті. Той жайына. Жүсіп пайғамбар зынданда жатып тамадыларға сын айта бермеу керек. Бісмілләнің өзін бісміллә деп айтып дейсің ғой. Пірімнен рұқсат сұрайын, пірім Пакистанда еді. Маған бәрібір ақшаңды берсең болды. Әкем айтқан бекер тыңдама. Не деп айтып еді? Айтып отқан жоқпын ба, тыңдаған жоқ. Ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер, бізде келесі тағы да кезекті бағдарлама. Ораза қарсаңында Рамазан айы баршаларыңызға құтты болсын, мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңызды Алла қабыл қылсын. Бүгінгі тақырып арақсыз той туралы тақырып болатын болады. Бүгінгі той лайықтың қонағы Серік Адай, асаба, әнші, ақын, шыршы, және де имам деп айтсам қалай болады екен? Бола ма? Болмай ма? Жалпы медреседе оқып білім алған, яғни дін жағынан енді көп асабаларға қарағанда дін жағынан өте білімді алдыңғы толқын ағамыз Серік Адай. Және де асаба мықты жүргізуші, өзіміздің өмірдегі өнердегі ағамыз Аманқос Алаша деп таныстырайын енді. Ассалаумағалейкум. Ақыры румен келіп отыр екенбіз, бәрі сөйтіп таныстырайын. Ендеше бүгінгі тақырып арақсыз той, жалпы халал той жайлы болатын болады. Емін еркін форматта, яғни подкаст стиліндегі форматта болады. Ашық әңгіме, ешқандай бояусыз, бүкпесіз сондай әңгімелер болады. Енді бір-екі сұрақтар. Жалпы тойдан кейінгі, баяғыда тойдан кейін шығып, бір жерге отырып, шай ішіп отырып, бір әңгіме айтайық дейтін дүние болатын еді. Соны енді тек қана сол дүние, бірақ тек қана камераның алдында әңгіме өрбітетін боламыз. Бір-екі сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтар жайлы әрі бері әңгіме өтеміз. Енді халал той, арақсыз той жайлы негізгі тақырып. Халал той. Енді бірінші сұрақ мынандай болып тұр, Серік, сізден бастайық. Халал той, ол тек қана арақсыз тойдың бәрі халал той ма, әлде халал той деген кредит алған тойлар халал тойға кіре бере ме? Қалай ойлайсыздар жалпы? Енді кредитті бір шетінен ол харам шығар деп ойлаймын. Ол білім жетпейді да, содан кейін сұрап жатқаным ғой. Біз енді жаңа имам деп кеттің ғой. Соның өлімнің де арасында, қуаныштың да арасында жүремін ғой. Бір жігіттің сол кредит алып, сол кредитін төлей алмай, асыл бөліп жаназасы шығатын кезде қарыз бар ма еді деп сұрайды ғой имам. Бір жігіттер шықты дейді, қарызы бар. Маған 5 миллион, анаған 5 миллион, маған да 5 миллион, 15 миллион қарыз екен. О, бая 2000 жылдар примерно. Мынау 2007-те ме, қай кездерде бір кредитті өлтіріп берген жоқ па адамдарға? Сол кездер болар. Сол кездерде. Ұзынағашта болған жағдай. Сосын имам айтты, кім төлейді бұның қарызын? Сосын үлкен ағасы бар деп, үлкен ағасын шақырып алып, төлейсіз ба деп, 15 миллион. Сосын үлкен ағасы айтты, мен Синойлда пистолетчик болып жұмыс жасаймын. Мен қайдан төлеймін? 4 бала шағам бар. Бала шағамды асырайын ба, мына 15 миллион төлеймін ба? Кешіресіз еңбеке, молдаге, кешіресіз деп, бұл бала шағасын алып сөйте кетіп қалған. Молда айтты, бұны рұқсат бермесе, мен де жаназасын шыға алмаймын. Қарыз өтелмей деген. Қарыз өтелмей. Сонымен молда да кетіп қалған. Соны әйел жылап отыр дейді, мен кімге тиген, мынау жаназасы шығып барып көмген жақсы адам еді деп айтқанның өзі бір бақыт екен ғой. Мен бір ел жұрттың алдында қара бет болдым ғой деп, жаңағы жаназасын құшақтап, күйеуін құшақтап жылап жатыр дейді. Содан сөйдеген де ел ағалары бар, сөйден шығып, молда іздейді ғой. Осы Алматыда бір молданы тауып, содан баяғы жаназаға қатысты сұрақтардың бәрін біліп, кімге қарыз, не үшін алған, процентке алған ба, кредитке алған ба деп. Сөйтсе, бұл адам қарыз берген жігіттердің ат жөндерін біліп, жаназаға барып, кімге қарыз деп, 3 жігіт айтты, маған қарыз деп. Мен төлеймін деп, аналар қуанып кетті. Енді бір шартпен сүйеніп тұрсыңдар ғой, жаназада қарызы бар адамның жаназасы шықпайды деген шариғаттағы бір заңға сүйеніп тұрсыңдар, дұрыс па? Дұрыс. Мен де сендерге қоятын бір шартым бар.
егер сол шарттың ішіне кіретін болса, онда мен қарызын төлеймін. Егер ол шарттың ішіне кірмейтін болса, ренжімейсіңдер. Сіздерге сұрағым, мынаны процентке бердіңдер ме, кредитке бердіңдер ме? Әлде бұл аяғынан бизнеске тұрып кетсін деп бердіңдер ме? Жоқ, біз процентке бергенбіз. Онда проценттің шариғатта мынандай үкімі бар деп процент туралы жарты сағат тоқтамай сөйлейді ғой. Аяғына жығылып ең соңында кешірім сұрап, молдеке, біз үстіне кешірдік, ақша қосып беріп десеңізші. біз кешірдік, бізді Құдай кешірсін, мына жаназасын рұқсат беріңіз деп сол жерде рұқсатты сіздер бересіздер, егер кешірсеңіздер деп, сонымен жаназасын шығарып береді. Енді жаңа процентке байланысты айтып жатсыңдар ғой, Иә. проценттің осындай адам өліміне себепкер болып жатса, оның несі жақсы. несі жақсы. Мысалы, кредит алып үйленіп ажырасып кетіп жатқанда осы үшеумізді көрдік қой мысалы. Дұрыс па? Процентке жаңағы кредитке той жасап, бір 5-6 сағаттың ішінде қуаныш, бірақ мәңгі өкініш. Болды ғой. Болып та жатыр. Енді бұның қайсысын адал той деп айтамыз. Ол енді мына жалпы жобаның да мақсаты негізі сол ғой. Тек қана отырып әңгіме айтып кету емес, жалпы той иелеріне де көрген кезде мынау дұрыс екен, мынау дұрыс емес екен деген келер ұрпаққа да әйтеуір ол миллиондап просмотр жинамасақ та, ең болмаса осы бағдарламадан бір 5 адам болсын өзіне бір ой түйіп кетсе, ол мен үшін бір үлкен жеңіс және жетістік деп ойлаймын. Сол себепті барынша сол дұрыс әңгіме айтайық деген ниетпен. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой. Сыр мен сымбат. Арзан, жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды, қылса сұхбат дейді. Сол себептен мына сұхбатымыз бір халыққа оң пайдасын тигізсін. Абайдың сөзімен бастадық. Енді Құдайдың сөзімен бастадық. Енді қайырлы болсын. Жаңа енді кредит туралы мәселе болып жатыр ғой. Қазір той жасап жатқанның екінің бірі қарызға белшесінен батып, одан бақытты болып кетіп жатса жақсы ғой. Той болды, жарайды енді. Қарыз орын табылар деген сияқты. Менде өзім әйтеуір өз басымда болған жоқ, бірақ таныс асабаларым бір күнге той иелері белгілеп қойған. Осындай күнге той алмаңыз, бұйырса осындай ресторанда тойымыз болады. Бірақ аванс задаток салмайды дейді. Сосын анау күнде звондайды, маған басқа той келіп отыр. Не қылайын, ағасы, тәтесі, қалай жасаймыз? Жоқ, тұра тұрыңыз, бізде банктен кредит шықпай жатыр. Шығып қалады, Құдай қаласа шығып қалады. Сол не қылса ресторанға да, тамадаға да, шоу программаға да аванс беріп қоямыз деген ойымыз бар дейді. Енді мынандай бір дүние бар да, жалпы екеулеріңіз менен үлкенсіздер, енді алдың толқын аға деп, ағаның сөзіне тоқтайтын жастар бар, тоқтамайтын жастар бар. Оны өздеріңіз де білесіздер. Қазір не көп, бұрынғы қарағанда енді сіздер бастаған дәуірге қарағанда қазір асабаның сан түрі бар ғой, білесіздер. Неше түрлі YouTube пен Instagram'дан теріп жүріп тауып алатын. Қазір тас лақтырсаң, қазіргі айтылып жатқан мақал десек те болады, тас лақтырсаң асаба мен мобилографтың басына тиеді дейді ғой. Сол айтқанда асаба көп, бірақ оның ішінде енді саны бар, сапасы бар, неше түрлі асабалар бар. Мен енді қойғым келіп отырған сұрақ, ішіп алып той жүргізетін асабалар да бар. Оны мен айтпай-ақ, өздеріңіздің көздеріңізде көріп жүрген шығар, жалпы айналарыңызда енді жан жақта мүмкін бар шығар, мүмкін жоқ шығар, оны маған былай бүйтіп біреуді нұсқап ешкім айта алмаймын. Жалпы ішіп той жүргізетін асабалар жайлы ой пікірлеріңіз, және де ішіп той жүргізген асабалардікі дұрыс па, бұрыс па, оларға не айтар едіңіздер? Сіздер оларға өз ақылдарыңызды айттыңыздар ма? Және ол асабалар, яғни інілеріңіз болуы мүмкін, или бауырларыңыз болуы мүмкін, егер інілеріңіз болса, ағалық ақылдарыңызға тоқтап, тілдеріңіз алды ма, әлде ағам айтады ғой, қояды ғой деген дүние болды ма? Ішіп алып той жүргізетін асабалар жайлы ғой. Көп қой, ішіп алып жүргізеді, шегіп алып жүргізеді, неше түрлі бар, жасыратыны жоқ. Біз енді бір көпті көріп тастадық деп айтпай қояйық, бірақ бір палатканың шет жағасында той басқардық. Сол кезде үйде болатын тойларға барған кезде міндетті түрде асаба жігіттер, әншілер, музыканттар келдіңіздер ма? Дастархан жайып қарсы алып, для храбрости 100 грамм құяйық деген тойлар көп болатын. Бұрынша жоқ, біз ол кезде тем более жас болдық, бала болдық, мүлдем ішпейміз деген кезде ол қалай болады, тамада ішпесе той қызама дейтін кездер болатын еді да. Енді бірақ уақыттың өте келе, енді ақ қараны халық та қазір тфай-тфай ажыратып қалды ғой. Хабарласқан кезде ана пәленшенің тойында болып едік, шақырған асабасы кішкене араққа сылқия қалған кезі болды. Сол сияқты ішпейсіздер ма, ішпесеңіздер жақсы екен деп
тапсырысқа беретін кездер болды да. Соған қарап енді ойлаймын, халықтың қазір тойы сенің жұмысың екенін сезіну керек ғой. Иә. Бірінші орында. Сезінбей жүргендер бар ғой бірақ. Араласатын ортада ішіп алып той жүргізетін асабаларды көздеріңіз көрді ме? Бар Иә, ма? талай Бар, көріп жүрміз ғой, өте. жоқ деп айтқан Енді сол бауырларыңыз қазір мүмкін осы бағдарламаны көріп отқан шығар. Мүмкін өзін былай тіке айтқан кезде тыңдамаған шығар. Мүмкін қазір осы жерде айтқан кезде тыңдап қалатын шығар. Ол бауырларыңызға не айтар едіңіз? Мысалы Мен айтар едім, аха. Рамазан айында дұғада болайық, дұғамыз қабыл болсын, қойып кетсін деп. Иә, мұсылман болу әсте-әсте Иә. болатын елдің жігіттері бір-бірін батыр дейді. Ол Иә. бауырларымыз адасып жүрген шығар. Мгм. Мүмкін жаңағы ой бәрекелде дегеннің буында жүрген шығар. Мынау біреу айтты ғой, мен срочно тамада болуым керек, неге десе қарызым көбейіп кетті депті ғой. Сол айтқандай бұл асабалықта да құдайға шүкір жақсы ақша таптық қой. Иә. Сол кезде сол ақшаның буын көтере алмайтын да жігіттерді көрдік. Жаңа сен айтқандай Жігітті құртатын бәрекелді болып тұр ғой. батырды құртатын бәрекелді ғой енді, арқасынан қаққаннан кейін Иә. істерін білмей кетті. Сылтау Енді да. оларға жаңа тура жол айттың ба, тура жол көрсеттің ба, шақырдың ба деген сияқты әңгіме айттың ғой. Иә. Енді мен де Ағалық ақылыңыз тыңдады ма? тыңдағандар бар, Тыңдамағандар да бар. тыңдамағандар да бар, деп не қылып кеткендер де болды. Жаңағы кекетіп мұқатып ерін тістеп жаңағы. Бір жігіттің енді ол жігіт осы жерде жүр, осы арамызда жүр. Сол жігіттің бір мамасымен кездесіп қалдым бір той басқарып жатқан кезде. Мамасы айтты, осындай балам осындай болып жүр, дұрыс болмай жүр деп. Кішкене. Жоқ, ішу емес, ол басқа жағынан. Сөйтіп жүрген кезде мен енді соны естіп алдым да, бірақ өзін көрген кезде айттым да, бауырым, осындай өзі де айтып қалды маған, жолым болмай жүр, бірім екі болмай жүр, бір берекем болмай кетті өмірімде деп. Сосын мен айттым, бірінші сен 10 мың теңге табасың ба? 5 мың теңгені шешеңе бер, анаңа бер. Ана жұмысқа баратын батаңды бер деп айтшы. Иә. Сөйтіп едім, сол нәрсені іске асырды, амал етті да. Амал етіп еді, сол процесс қазір құдайға шүкір ол жігітті танымайсыңдар қазір. Көш. Иә. Ол сендер таныса рахмет деп айтасың. Жалпы ағалық ақылыңызға құлақ асқан інілеріңіздің бірі ғой. Інілеріміздің бар ғой. Жалпы ағаның ақылын тыңдаған. Еще қажылыққа береке қылсын десеңіздер, ағаның ақылын тыңдаңыздар, қажылыққа барып қажы атанып келді. Біздің қазақта жаңа өзің айттың, сөзге тоқтау деген әңгіме бар ғой. Сырым Датұлы 82 жастағы Бөкен биге сәлем беріп барыпты дейді. Ол кезде сәлем беріп бару деген бір дәстүр болған кәдімгі. Үлкеннің батасын алып, несіне? Сөзіне құлақ тұру. Қай баласың, сесің сарнаған даусың жұғымды бала екен деп кіріп келеді. Мен даттың ұлы сырыммын ғой, руым байбақты депті. Қойба қалмайтын жаманнан қолаққандай ұл туады екен ау, бірақ сен шешен қарашаш жақсы еді ау. Бір күнде 40 ат суарып жібере беретін. Түске дейін 20 ат, түстен кейін 20 ат келсе, соны қонақ қылып, аттарына жем шөбін беріп, құдықтан суын тартып, қонағын аттандырып, сөйтіп 40 кісіні жібере береді екен, смело. Ол кезде жүгіріп баратын магазин жоқ, дүкен жоқ. Бірақ сол кезде соны жағдайын жасап, қонақтардың батасын алған екен. Сонда кім айтты дейді, жұлып алғандай сырым. Болсақ болармыз, сол 40-тың бір Қыдыр деген солардан батасы дарып, содан туған ұл шығармыз. Ал енді мен саған сұрақ қояйын. Қазақта қазма шал бар, қаңғыма шал бар, қадырсыз шал бар, сен соның қайсысың дейді ғой. Үшеуі де жақсы шал емес қой енді. Қазымыр шал, қаңғыма шал, қадырсыз шал. Қазына шал десе бір жөн дейді. Сонда ана Бөкен биде не деп отырсың деп отқан жоқ қой, оған былай жауап береді. Былай салып тұрды. Қазымыр болсам, қатынымнан сұра. Қаңғыма болсам, көршімнен сұра. Қадырсыз болсам, халқымнан сұра деп әдемі жауап берген да. Сол айтқандай бір сөздің қарап отырсаң, анау 82 жаста, анау 25 жаста, 20-25 жастағы жігіт. Жаста емес әңгіме. Әңгіме деңгейі ғой, статус. Көп. Статус, деңгей, ол жердегі уровень бар ғой. Жаста емес әңгіме бастады. Сөйлеу манерасы, сөздің тонын байқап отырсыңдар ғой. Жаңа қадырсыз шал, қаңғыма шал, бәрі жақсы шал емес қой енді. Сен соған қайсың деп тұр ғой енді. Анаған анау қалай сұрақ қойып отыр, солай жауап беріп отыр. Сұрағына сұрақпен жауап беру деген әңгіме бар да.
Қазіргі заман болса Қазіргі сен не деп тұрсың деген әңгіме кетіп қалады ғой. стакандар кетіп қалуы мүмкін. жаңағы Иә, енді сол сіз айтып жатсыз ғой жаңағы 85-тегі атамыз бен 25-тегі шалдың арасындағы әңгіме деп. Жаңағы содан енді қазір ондай ақсақалдар бұрын енді ой заманында кез келген дүниеге әдемі жауап берген. Қазір көз көріп жүрген бір дүниені айтайын мен. Бір облыста тойларға барасың. Ата сақал аузына түскен аталарымыз бар. Мен кей кезде қатты айтамын, өйткені өйтіп айтпасам бұл жерде басқа вариант жоқ. Ата сақал аузына түскен аталарымыз мас болып тойда кәдімгі балалар бата немерелер сұрайсың ба бар. бата сұрауға келмейді уже. Келмейді ғой, Вариант сол. жоқ анада бата сұрауға кәдімгі немерелері кәдімгі тойдың соңында бүйтіп екі шетінен екі баласы немесе немересі алып тойханадан шығарып жатады да, или болмаса сол аталардың өзі келіп балам бір музыка қойшы бірдеңе деп отырады да, мен сол кездерде қатты басып айтамын да, аталар ата сақалдарыңыз ауыздарыңызға түсті, ақыл айтып отыратын жасқа келдіңіздер, сіздер бізге осындай тәрбие беріп жатса жалпы ұмытпаңыздар, біз сіздер салған жолмен жүріп келеміз. Сіздер бізге қандай тәрбие бересіздер, біз сондай боламыз. Сол себепті дұрыс үлгі беріңіздер деп. Сол себепті қазіргі таңда кәдімгі жаңағы сөздің пәтуасы жоқ та, енді мен көпке топырақ шашпаймын, мен көп көрдім деп айтпаймын, просто көргенімді көрген ситуация болды. Мұқағали айтады ғой, көпке топырақ шашпаймын да. мен қарапайым қарттарды сүйем, неткен кермеді, не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Мұқағалидың кезінде сиреп бара жатса, біздің кезімізде білмеймін ғой. Жұрнағыда қалмаған шығар дейсіз ғой. Енді бар шығар. Сосын салтқа жарайтын әңгіме айту керек қой. Салтқа жарайтын жаңағы жас қыздармен билеп жүрген шалдардан өзің айтпақшы, не деп ақыл сұрайсың? Ол үшті біздерге қоғамға бір пікір айтса, оның пікірі де өтімсіз ғой. Ондай шалдарға құрмет те. Бір шал ақсақал сақал бар екен, автобусқа кіріп кетті, ассалаумағалейкум деп сәлем бердік, ол қуанып қалды. Қасыма отырды. Сөйтсем, Шымкентке кетіп бардым, баяғы студент кезде ғой. Сөйтіп қасыма отырған кезде уже перегар шықты да. Сен маған сәлем бердің, айналайын, рахмет деп. Сәлем сөздің анасы, сәлем берер әдептердің баласы дейді ғой қазақ. Ана менің сәлем бергенім анаған қатты әсер етті. Өзі ішіп алса да, ана қазақтың бір ғұрпын, бір салтын жаңғыртқандай бір сезім кешіп, анау рахмет айналайын, сәлем бергеніңе деп отыр да. Сөйтіп перегар сасып кетіп, анаған деген уважением кетіп қалды да мен. Анаған деген құрметім кетіп қалды. Ана қасында отырғым келмей қалды. Енді сол жерде бір ауыз сасымай, арақ сасымай, перегар жүрген жерде персе жүрмейді дей ма? Айналайын балам деп. Новый мақал, перегар жүрген жерде. Жоқ, бұл бұрыннан шыққан мақал ғой, айтыскер ақындардың әңгімесі. Енді естіп отырмын мен. Дұрыс шақырған екенсіз қонақ кәдімгідей. Перегар шыққан жерде персе жүрмейді деп, сол ана жерде мен мазам кетіп қалды кәдімгідей. Мен Шымкентте бір Абай Қалшабек деген досым бар. Иә, айтқыш досым. Соның әкесі бар. Айтқыштарға келетін боламыз. Батыр деген атамыз. Сол әр суббота Еңбекші деген ауылға барамын. Мен Шымкентте өзім оқимын. Еңбекші деген 20 километр ма, 25 километр ма, сондай ауыл. Бірақ ана қазынасы бар ауыл, жаңағы қарты бар үй қазына деп айтқандай рас екен да. Әр суббота, воскресенье, сенбі, жексенбі ана кісінің әңгімесін тыңдау үшін барамын. Бірақ сосын бір айтқан әңгімесін екінші қайталамайды. Анада не деген қазына әңгімелер жатыр да. Ол әңгімелерге де келеміз қазір. Сол жаңағы арақсыз той туралы әңгіме кетіп жатыр ғой. 2003-те ғой. Сол Абай бауырымыз үйленіп, мен күйеу жолдас болып барып, сөйтіп енді мәслихат болады ғой, тойдың алдында кеңес. Тойды қалай жасаймыз деген. Не істейміз? Арақсыз жасайықшы деп көкесіне айтып жатыр енді. Сөйтсе, болды балам, жасаймыз дейді. Сосын бір араққа құмарлау бір ағасыма көкесіме шықты. Абай, сендердің осыларың не? Біз біреудің арағын іштік қой, енді олар біздікін ішпей ма деген сияқты көзқарастар бар ғой енді. Түсініктер бар. Үлкеннің айтқан неғып тыңдамайсыңдар деп жекіп жатыр да. Сосын Абай сасқан жоқ. Дұрыс айтасыз аға. Үлкеннің айтқанын тыңдау керек деді. Ағасы қуанып кетті. Енді тыңдамайсың ба деп. Құдай үлкен ба, сіз үлкенсіз ба деді. Не деп отырсың, Құдай үлкен ғой деді. Онда өзіңіз айтпақшы, үлкеннің айтқанын тыңдайық. Тура осы әңгімені марқұм Бауыржан Әлиұлы айтты. Бауыржанға мен айтып бергенмін ғой негізі. Солай болды ғой. Сол кезден естігенім бар еді да. Осындай әңгіме болды да ол жерде. Содан той несі 500 адам арақсыз өтті. Ол кезде арақсыз жасау деген бір қиямет қайым тұғын.
Мына шалдардың арақ ішіп алып тойда билеп жүргенінің өзі қуаныш емес, ана трагедия ғой негізі. Трагедия ғой. Қарның ашып кәдімгідей. Енді сол көріп отқан ақсақалдар, балдары көріп отса, немересі көріп отса, осы соларға қойып Алла тауфиқ хидаят берсін енді. Жаста бізге де қатысты әңгіме. Жас кезінде байқары жоқтың дейді. Қартайғанда айтары жоқ. Енді ол өнегелі сөз айту үшін осы өмірде, осы қазір шыбық жас кезде майысқысы болады ғой. Иә. Қартайған кезде қаяқтан майысасың? Отынға кетесің ғой. Отынға кетесің ғой. Балтамен шабатты отынға лақтырады ғой. Жас шыбықты егесің. Жас шыбық майысады. Қаяққа майысасың, сол жаққа майысасың. Осы сіздерге де айтарым, көріп отқан бауырларыма да айтарым. Бағыт бағдар. Иә, бағыт бағдар. Анау Құранда аят бар. Мен ескертусіз бір қауым жазаламаймыз. Пайғамбар жіберіп ескертті ғой, иә, Расул. Пайғамбар жіберді, халықты ескертті. Не істеді енді? Халық тура жолға түседі, қалаған адасады. Құдай Құранда айтады, екі жол көрсетпедім ба сендерге дейді. Біреуі тура жол, біреуі қисық жол. Біреуі Құдайдың жол, біреуі шайтанның жол. Қайсысын таңдайсың? Өз еркіңде. Енді жаңа енді ақсақалдардың қазір енді бір келеңсіз жайттар жасап, жаңа ішкілігі бар, тойда билегені бар, басқасы бар. Енді о нәрсені көріп, адам әр нәрседен өзіне керегін алу керек деп айтады ғой. Оның өзі негізі көрген нәрсе өнеге болатын шығар деп ойлаймын. Себебі Құдай сақтасын, мен мынандай болмайын деп адам тура жолға сол арқылы. Қаяқтан үйрендің дегенде? Иә. Әдепсізді көріп үйрендім. Иә, әдепсіздің жаман қылығы саған сабақ болады ғой кәдімгідей. Соны көріп, мен оны көрмесем, мен мына жерде айтып кетпеймін, мен өз көзіммен көрген нәрсені деп отырмын. Сондай дүниелер болды. Бір емес, бірнеше рет көрдім. Сен сондай болмауға тырысыз болған. Су бар ма жігіттер? Су бере салшы. Менің мынандай жақта не бар? Қара су бар, айтсаң бере сал. Шай болса да бола береді, Стаканды аласың осы жерден тіке. Жоқ, стоп, ештеңе керек емес. Аласыңшы стаканды. Мына жағынан келесің ғой. Не емес қой, анда тікелей бағдарлама, стоп, ештеңе жоқ, прямой ұра береміз. Кесіп тастай бересіңдер ме? Жоқ, кеспейміз, осылайдан кете береді. Андай жасандылық, ондай ештеңе жоқ. Енді менде мынандай болды да. Баяғыда енді жаңағы кезіндегі живой ансамбльде жүргендердің барлығы почти 100 граммға жақын еді ғой. Жұмыс сол далада шамалы не қылу керек, бой жылту керек, ән салу керек, клавиште ойнау керек деген сияқты. Сол заманда енді өз заманы хиті болған бір ағамыз әлі күнге дейін жаңағы барып жүрген тойы, музыкасы қалғанмен арағы қалмаған ғой. Сөйтіп бір тойға келіп қалды. Сонымен тойда біз жүргізуге барып отырмыз, жанымда бір музыкантым бар. Соған келіп, музыкантын таниды екен, мен танымаймын ғой. Сөйтіп бұл кісі кім еді десем, ой, кезінде деген біздің бала күнімізде бұл кісі звезда болған адам. Живой айтатын еді, аспаптың любойында ойнайтын еді. Керемет өз заманында болды. Уақытында хит болып кетті. Иә, сол ғой. Қазір уақыттың өтуімен солай болды. Арақ жеңіп кетті. Той думаны қалып қойды, енді ол любой нәрсе қалады ғой. Сондай болды дейді. Сондай ма дедім. Соны бір кезде жаңа кісі келді, жаңа бауырыма келіп, бауырым, молодец, сен бұрыннан келе жатқан, живой айтатын, аспапта ойнай алатын музыкантсың. Мен ризамын саған деп ана бауырым арқасынан қағып жатыр. Құдай қаласа сен де мен сияқты боласың деп қоятшы. Ол сонда өзінің көзқарасы да менің жүрісім жақсы. Мен әлі келе жатырмын. Халық мені қалай алақанда аялады деп та. Ол адам өзін өзі көре алмайды ғой. Адамның сырт бейнесін халық көреді ғой. Сол сияқты кез келген саланың, кез бизнесмен болсын, асаба болсын, пигіне жетеді өзі. Иә. Сосын былай қол түседі. Рас түсіп жатқан кезде шалынып, дөңгелеп кетпеу керек та. Қайтадан көтерілу керек. Жоқ, ол қайтадан көтерілмейді ол. Сол жерде пик қой ол, өйткені ол. Одан кейін просто әдемі түсу бар да. Пиктен көтеріліп түсіп барып қайтадан пикке шығу болмайды. Болатын шығар, олай да болатын шығар. Былай да жолдар бар ғой. Жалпы жолдар көп қой, былай да болуы мүмкін. Өйтіп те жатқан жігіттерді көріп жатырмыз. Мысалы имам болып кеткен бауырларымыз бар. Оратор ағам. Ана кісі. Имамдыққа қимаймын дейін деп отырсың ғой. Жоқ. Қуанасың. Иә, осында ол кісінің мен біраз әңгімелерін білетін, біраз әңгімелерінде естідік. Ой, енді талай жерден тілдің құдіретімен шығып кеткенін, талай ситуациядан. Жалпы сізге өзіңізде енді бағанағы айтқыш деген әңгіме естіліп қалды ғой. Өзіңіздің бір Ақтауда болған кезде де біраз айтқыштардың ортасында отырып, жақсы бір күліп қайтқанбыз. Сол Нұрлан Мұсаев ағамызбен Фархат Мұсаев сізді қонаққа шақырып, сол жерде сол кісілердің әңгімелерді де бір арқа олар дария ғой. Сол
тойда болдық. Халал той болды ол жерде де. Сол жерден бір 2 әңгіме есімде қатты қалған 2 әңгіме бар. Соны айтып кетейін. Ары қарата өзіңіздің бір андай полностью жаңағы неге кетіп қалмай бір қызықты әңгімелерде отырсын деген ғой. Бірінші маған өткен әңгіме мынау болды. Сүндет той басқарып жатырмыз Ақтау қаласында. Ортаға бір үлкен апама біреу есімде жоқ. В общем, той қонағының біреуі шықты. Сүндет тойда тілек айтып жатыр. Баламыздың мұсылман болғаны құтты болсын. Баламыздың мұсылман болғаны құтты болсын. Сол кезде микрофонды алып, апа есіме түсті. Баламыздың мұсылман болғаны құтты болсын, мұсылман болғаны құтты болсын. Секең тұрып айтады микрофонды алып. Апа сонда бұрын қай дінде еді деп. Ана жерде маған шарылып болдым кәдімгідей. Біраз енді көптеген ұстаздардың тойында да өзіңіз жүрсіз ғой. Негізі Қосқалидың әңгімесі ғой. Мен сізден естідім, сол себепті маған осының ана әңгіме өтті. Далаға шықты, той бітті, далаға шықтық. Жаңа той жасаған жігіттер тұрды да, Секе жүріңіз, бір тойдан кейін барып отырып шай ішейік деді. Секең айтты. Мен осынысына бауырларым шақырып қойып еді, қонаққа дастархан жайып отыр. Нұрлан Мұсаев, Арғат Мұсаев деген ақын бауырларым дастархан жайып күтіп отыр. Ананы естіген аналар кәдімгі көтерілді ғой. Явно бармайтын білді. Секе, сізбен бір тамақ ішу керек еді. Отырып әңгімелесу керек еді. Сізбен бір тамақ ішу керек еді. Секең надоел шығып кетті кәдімгідей ана әңгіме. Бүйтіп тұрды да, жігіттер нағылса ертеңде қарным ашады деді ғой кәдімгі. Ана жерде маған ішімнен кәдімгідей бір жыртылып аналар деген күй қалып кетті. Ол әңгіме есіңізде бар ма жоқ па білмеймін. Тағы енді мен жалпы сіздің әңгімеңіздің біразын білемін. Соңғы біреуін айта кетейін. Сосын ары қарай кезекті берейін. Сіздің әңгімеңізді естідім мен. Жақын досыңыз келіп, тойдың үстінде ғой, тойдың алдында ма, той жалпы костюм шалбармен жүрген кезіңіз қандай? Сәке, аяғың шаң болып қапты ғой десе, бетіне қарап тұрып, дұшпан аяққа қарай тұрып бұрылып кетеді. Сіздікі ма? Есімде жоқ. Білмеймін, сіз енді ой, мен де айтпадым десеңші Секе. біраз әңгіме дейсіз. Енді жаңағыны мына енді тойдың тақырыбы асабалар жайында әңгіме болып отқаннан кейін көріп жатқан асабалар болса бір үлкен құлақ қағыс деп ойлаймын. Себебі бізде де асабалар бүгін міне пәленше баламыздың сүндет тойы мұсылман болып жатқан деп айтады да. Ол сүндет деген мұсылмандықтың бір шарты ғой. Мұсылмандықтың шартын орындап жатыр деп айтқан абзалырақ болатын шығар. Негізі пайғамбарымыз айтады, әр бала туылған кезде мұсылман болып туылады. Әкесі христиан болса, кейін ол сол әке шешесінің итермелеуімен сол дінді таңдап кетеді ары қарай. Негізі туылған кезде мұсылман болып туылады. Сосын жаңа пайғамбар жас деп жатады, 60 жасты. Негізі пайғамбар ол қайтыс болған жас 60 жас. 40 жас пайғамбарлық. Негізі 40 жас. Қонған жас. Пайғамбарлық келген жас та. Пайғамбар болған жас 40 жас қой. Қазір менің жасым 40-тан асты ғой. Пайғамбар жастамыз біз қазір. Абайлап сөйлеңдер сол үшін. Жалпы көріп отқан көрермендерге де ертең тойда барған кезде де тілек айтқан кезде осы нәрседен осы нәрселерді ескеріп отырса. Болатбек ағамыздың әңгімесі ғой деймін, қателеспесем ше. Жаңағы қызымыз барған жерде бақытты боламын емес, бақытты қылам деп барсын деп. Сонда не ол әулет ол қыз бармағанша бақытсыз ба еді не? Ол тілек қате деп ойлаймын. Одан да сол әулеттің бақыттасын өрге ұмытатындай жақсы келін болсын деп тілекті дұрыстап. Көп негізі жағдайда тойда тілектерді көп ошибкалар кетіп жатады менің ойымша. Бірақ біз айтайын десек енді кейбір кезде айтамын, кейбір кезде айтпаймын енді. Болатбек бауырымыз молодец, былай айтқанда сөздің сұрмергені жақсы майталманы ғой, былай айтқанда. Снайпер деген жақсы басқарады ғой тойды. Маған өте жақсы ұнайтын жігіттердің бірі сол. Бахар деген мынау тойхананы білесіздер ғой? Аты шулы бір тойхана болды ғой. Мен деген адамда той береді. Сол жерде бір той басқарып жатырмыз. Тойдың ортасында біз Алматыда үзіліс береді ғой. Антрактта үзілісте шығып, ағамызбен Ираннан келген бір ағамыз бар, сонымен сөйлесіп тұрсақ, біреу қажылықтан келді, анау деп әңгіме айтып жатыр. Енді мен қажылыққа барып келгендерге тіл тигізейін деп отқан жоқпын. Жалпы ана ағамыздың айтқан әңгімесі қатты өтті да маған. Деді, ол жігітті білемін ғой мен деді. Інім, мен саған бірден айтайын деді. Саған өсиет болып қалсын. Мұсылманның 2 қағбасы бар деді. Біреу мына қағба деді. Екінші қағба ана қағба. Кім мынаны айналмай, ана қағбаны айналса бекершілік деді. Мынаған қиянат жасап, мына қағбаға тиратып, мына қағбаны сындырып, мына көңілді қалдыратын болса, ана қағбаны Құдайдың тұрғызған қағбасы ғой деді. Ананы адам тұрғызды, Ибраим. Кім Құдайдың тұрғызған қағбасын қиратса, көңіл Құдайдың құзырында. Көңіл Құдайдың құзырында. Сол көңілді қалдырса,
ана қағбаны қиратқанмен бірдей жетпісіреді деп айтты. Сол қағбаны айналмай тұрып, айналайын, мен айналмай тұрып, мынаны бір айналып алайыншы, көңіліңді айналайыншы мен. Енді біздің шариғатымызда да бар, Бауыржан Әлиұлы досымның айтқан бір сөзі бар. Таразының ең ауыр басатын көркем мінез. Адамның көңіліне қарап сөйлеуден артық құлшылықты көрмедім дейді. Ораза намаздан да артық деп айтады екен, осы көңілге қарап сөйлеуді. Ораза намаздан да артық құлшылық бар, айтайын ба сендерге дейді екен. Ол көңілге қарап сөйлеу, көңілді сындырмау. Бұл енді тамадаларға өте үлкен, біреудің көңіліне, біреуді күлдірем деп бүлдіріп. Әзіл деген сөз бір ақсақал айтып еді. Ә деген әрпінен өтесің ғой шырағым, бірақ зіл деген үш әріп тұр ғой. Сол зіл көңілге барып қадалса, ол налиды. Налудың артында үлкен қарғыс тұр. Қарғыс саған тимесе де ұрпағыңа тиюі бек мүмкін. Иә, сол себептен абайлап сөйлейік бауырлар. Мен тамадаларға айтып жатқан өсиетім ғой енді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген сөз содан шыққан шығар. Енді жеке басыңыздан өткен бір өзімнен бастайықшы. Той, жалпы тойда Секеңдікін айтсам көп әңгіме да. Арасын бөлу қиын болып қалады кәдімгі. Қызық оқиғалар көп. Себепті тойда өткен бір қызық оқиғалар көп қой. Мысалға мен басымнан осындай бір қызық оқиға өтті тойда деген сияқты. Қызық оқиға. Қандай оқиға бар, есте бар ма? Тойдың жоқ, мына арақсыз өткенінің тағы бір пайдасы деп айтсам болатын шығар. Иә, сондай тойға өткен негізі абзал ғой. Кейде барып қаламыз неше түрлі тойларға, неше түрлі жайттар. Бұл жерде енді арақ жүрген жерде береке де болмайды. Негізі біріншіден. Осыдан сол 15 жылдай, 14 жылдай бұрын той басқарып енді шауып жүрген жас бозбаламын. Жасым 20-ның ар жақ бер жағында. Сол кезде бір тойға бардық. Той өте жақсы өтіп жатыр. Бірақ енді жастар жағы бар, ішіп алған жастар деген мен өзімнен 10 жас үлкен жігіттер үйленіп жатыр, солардың тойын жүргізіп жатырмын. Солай болып жатыр. Той уже бітуге таяп қалды. Сол кезде енді барлығымыз да білеміз, жаңағы жастардың портретін шығарып аукцион жасайтын бар еді. Иә. Ой, кезінде хит болды. Сол фотограф жігіттер келді, братан аукцион жасап мынаны сатып жіберейікші, бұның процентін беремін деді. Өзі енді бұл жоқ деген нәрсе болмайтын еді. Как көреміз я дедім да, сонымен менің қателігім деп ойлаймын, өзімнің өмір бойы сабақ болып. Жаңағы қолыма портретті алып алдым да, құрметті ағайындар, 2 жастың осындай портретін фотограф жігіттер шығарған екен, соны сіздерге ұсынамыз. Бағасы 5000 теңге дедім. Бір жігіт жүгіріп келді, қолында 5000 теңгесі бар. Раққа тойып алған сылқиып. Бауырым, міне 5000 деп еді. Ар жақтан біреу 7000 деді, біреу 8000 деді. Біреу 8000 қолыма ұстатты да, портретті қолымнан алды да кетті. Ана жігіт қалды қолында 5000 теңге. Айтты, тамада той бітсін сен, сындырам деді. Мен той басқарып ортада тұрмын. Ол мен жұмыста жүрген адам. Ол кафе дейді, демалып тойда жүрген адам да. Сонымен әйтеуір той қайта аяқталып қалған еді. Той иесіне тілегін бердім. Ана жігіт бір ыңғайлы момент іздеп жүрді. Реті келсе мынаны шығарып алсам, қасында 2-3 жаңағы жуан жұдырық жігіттері бар. Енді үлкен жігіттер ғой, менен кәдімгі моншақ жас үлкен жігіттер. Сонымен әйтеуір той аман-есен бітті. Үндемей ғана көлікке отырдым да. Тайдым кеттім. Музыканттар, өзіміздің жігіттер жиналды, қайтты. Сонымен мен кетіп бара жатқан кезде ана жерде тойдың аяқ жағында сол жігіттер біреулермен қырылып төбелесіп болған, бітіп болған. Соны енді мен ойлаймын да, арақсыз той болса ондай нәрсе болмайды ғой. Жоқ. Иә. Оның үстіне жаңағы менің қателігім өмір бойы сабақ болған шығар. Мейлі сен қалай жасасаң да ол портретті сат, аукцион жаса, бірақ шығарып тұрған фотограф па? Фотограф ортаға келу керек та, көрсету керек. Иә, міне өздеріңіз келісіңіздер, алатын болсаңыздар, 2 жасқа сыйлық қылып бере салыңыздар деген нәрсе болу керек шығар. Маған өмір бойы портрет десе теріс айналып қашатындай жағдай болған ау ше. Енді халал тойларда да бір проблемалар болып тұрады. Андай бір ақылгөй адамдар болады кейде. Ақыл үйреткісі келіп. Сөйтіп тұратын адамдар болады. Bir күні бір Есік қаласында той басқарып жатырмын. Арақ жоқ той ғой, енді үлкен ағамыздың атын айтпай ақ қояйын. Үлкен ағамыздың тойы болып жатыр. Сосын бір бір жердің бастығы сөз бердік енді. Сосын шықты да, мынау не деген тілеген айтты да, сосын мынау не деген сойқан тірліктерің. Жастар төрге шығарасыңдар, қарияларды аяқ жаққа шығарып бата бергізесіңдер. Қазақтың дәстүрінде жоқ әңгіме. Тойдың иесі, сен не дейсің деді, микрофонды берді. Тойдың иесі сасқалақтап кетті, төрі қызарып кетті, 300 адам қарап отыр. Бұл сценарийда жоқ әңгіме ғой аға деді, микрофонды қайтып өзіне берді. Сосын мен ойымда дым жоқ, қасында тұр едім. Тамада сен не дейсің деді, маған микрофонды бере салды. Сөйтіп мен күлдім да, аға дедім,
сізді бастық деп шығардық қой, бірақ әркімнің билік жүргізетін кабинеті бар. Мысалы шаш иттің кабинеті, мұхит иттің кабинеті, иттің кабинеті, акимат әкімнің кабинеті, көкіне қатынның кабинеті, мынау сияқты тойхана асаба мен ақынның кабинеті. Біреудің кабинетінде біреудің билігі жүрмейді аға, дедім да, микрофонды қайтып бердім да, анау микрофон ұстамады да. Рахмет деді да, микрофонды қайтадан берді. Халық күлді ана жерде. Енді болмайтын. Бір асабадан біреуден естіп алған сөзін құлақта қалып қойған, соны айта салдым ана жерде. Құдай аузыма сөз салып тұр. Бірақ ана жерде қонақтар риза болып, жаңағы тұрып шапалақ ұрып, жаңағы шыққаннан кейін бауырым рахмет саған, ана сөйтсе ана ақсақалды жақтырмай отыр екен бәрі. Өзі басынан тойға барып сөйтетіндер болады ғой. Иә, тойға барып алып тойдан шырқын бұзғысы келеді, сондай болады онда. әңгіме айтқысы келеді. Жанашыр екен, жанашыр емес екенін білмей қаласың сондай адам кейде. Біреулер үстіңнен сипағысы келеді да, молодец деп ше. Бірақ үстіңе жаңағы қолын күйесі жағып кетуі мүмкін да. Сондай жаңағы мысық тілеумен келетіндер де бар. Мен жалпы естідім, болды болмады білмеймін. Бағана айтып отқан асабы болған, қазір есім айтпай ақ қояйын, қазір имам болып жүрген Аратыр ағамыздың әңгімесі. Жалпы сол кісіні танитын адамдар кім екенін біледі ғой. Бір тойға барып тура сондай жағдай болған дейді, орта сөйлеп тұрған кезде пәленше сен көп оқыдым дейсің. Пәленше сен асабасың ғой, мен сенен көп оқыдым, мен пәленше деген кітапты оқыдым, мен түгенше деген кітапты оқыдым, мен ананы оқыдым, мен мынаны оқыдым, мен бүйттім, мен сөйттім, мен ананы оқыдым, сен не оқыдың деп. Сол кезде жаңағы кісінің жауабы, аға мен сізге бірақ сұрақ қояйыншы, Құранды оқыдыңыз ба деген кезде кәдімгі бұрылып кетіп қалды деген бір не болды. Ол да бір асабаның тапқырлығы деп ойлаймын. Иә, ол риск бұрылмаған. Мен естігем. Мен сол жердің ішінде естігем. Құранды оқыдыңыз ба дегенде, жоқ, мен одан өзгенің барлығын оқығанмын десе, Құранды оқымаған, сіз дым оқымаған екенсіз, сонда қоя салыңыз осы жерін деген екен. Риск анау сөзден қайтты деді. Бір күні жаңағы қырғыздармен құда болып отыр, қазақтар дейді. Қырғыздардың үлкен кісілердің алдына бас қойған қазақтар, енді сыйлы адамға қояды ғой бізде қазақтарда. Сыйлы адамға қояды. Оларда жас балдарға қояды екен басты. Әркім менталитеті әртүрлі. Салты басқа, иті қарғасқа дегендей. Не мынау мазақ қылып отырсыңдар ма деп шал не қылып жіберген ғой басты. Итеріп кішкене менсінбей бүйтіп. Сөйтсе жаңағы ағамыз айтады дейді ғой, жаңағы шешен ағамыз. Не болды көке? Кенесарының басын көргенде шошып кетті. Енді біраз ұстаздардың тойында болдыңыз ғой, біраз әңгімелер. Мен жалпы жаңағы таныс араласатын имам өзіміздің ағаларымыз бар, наиб имам ағаларымыз бар, сол арасын тойға шақырып қояды. Сол кезде солар жайлы бір бага жинайтын болсам, біріншісі сондай ғой, сен қандай әңгіме бар еді, мына әңгіме қалай еді, мына әңгіме осындай ма еді деп ше. Соның жаңағы микрофонды сендер көріп артта тұрайын дейтін әңгіме негізі солар кімдікі? Жаңағы одан кейін жаңағы сендер әуел баста бос кілем көтермейтін едіңдер ғой деген бір әңгіме бар. Сол Мәкең әңгімелер. Мәкеңдікі ма бәрі? Біразы. Ана неше тағы бір отыр сендер айтқан кезде біз отырамыз ғой деген ойын сіздікі шығар. Иә. Бауыржан Әлиге айтқан. Соны айтып берейікші. Бір тойда ғой, тойда отырған кезде жаңағы бөкең асығыс болып отыр. Жаназаға кету керек болды, таңертең жолға шығып кету керек Шымкент жаққа. Мен сөйлеп тұрған кезде анау тұрып жігіттермен қоштасып кетіп бара жатқан көріп қалдым да. Енді басқарып тұрғанда бәрін біліп тұрасың ғой. Бөке, сендер мешітте уағыз айтқанда біз отырамыз ғой, сендер тұрып баратсыңдар, отырыңдар да. Сансызбай ұстазды бір рет отырғызып болған бар. Әзілдеп қой енді, той болғаннан кейін ұстаздар көтереді. Bir gün Бауыржанның тойын басқарып жатырмыз, Мадияр екеуміз. Соған келейін деп жатыр едім, мен айта беріңіз. Мадияр екеуміз той басқарып жатырмыз. Мәкең айтады, сәке сіз медресе көрген екенсіз ғой, қор болып тамада болшы, имам болмайсыз ба деп. Сол кезде мен біртүрлі болып кеттім. Қалай қор болған несі деп. Сөйтсе асабалықтан, тамадалықтан имамдық деген статус бөлек екен ғой. Имамдық деген ол, оған мен жүрегім қазір даулымайды негізі. Сол кезде де даулымаған. Ол өйткені пайғамбардың сара жолды. Пайғамбарымыз зарплатасыз, айлықсыз, ешқандай қаражатсыз халыққа тегін халыққа қызмет көрсетті. Тура жол көрсетті. Ауыр жол. Пайғамбардың тұрған мінберінде әзіл айта алмайсың. Пайғамбардың тұрған михрабында прикол айта алмайсың. Ол өте бір сондай салмақты жер.
Бул жерге чыгуу үчүн да бир руханий дайын болуу керек шығар деп ойлойм. Маған қазір көбісі осындай кийиммен жүргеннен кийин жұрттың бәрі ойлайды, имамсың ба, имам болғың келіп жүр ма, имам боласың ба деген сияқты сұрақтар қойылады. Бірақ енді маған қазір дайын емеспін деп айта аламын. Жұмысқа Енді осындай имани орталарда той ұйымдастыру, концерт ұйымдастыру деген сияқты нәрселерді ұйымдастырып бере аламыз. Жаңа баяғы біз қателеспесем бір мешітке жұмысқа кіріп сол кезде кім болып кірдің деген маманың бір әңгімесі бар еді. Әжем әңгімесі. Әженің Орталық әңгімесі мешітте ма? жүргенмін ғой, Иә. Ертеңбек Шоқай бауырымызбен. Біраз жаңағы Бауыржан Әлиұлы бар, сол жерде мәдени іс-шараларды ұйымдастырып жүргенбіз. Қаяқта жүрсің дейді, әжем өзі төсек тартып ауырып жатыр. Әже, сол мешітте жүрмін, орталық мешітте, Алматыдамын ғой десем. Молдаларға посредник болып жүрсің ба дейді. Енді мен бастап берейін әңгімеңіз. Сіз ары қарата толықтырып айта беріңіз. Сен мына кісіні біраз зерттеген Ой, сияқтысың мен ғой. кәдімгідей таза фанатымын ғой. Бірінші балаңыз туылады. Балаңыздың аты кім, үлкен балаңыздың? Әмина туылады бірінші. Әмина. Қызым Әмина Қызым. туылады. Екінші. Ол пайғамбардың мамасының аты. Екінші. Ибрахим, балам туылады. Құрбан айттың кезінде ғой. Әжем ерқанат қойшы дейді. Мен айтамын, қанаттан күйеу баланың аты бар ғой деймін. Сосын Амина деген дейді, пайғамбардың мамасының аты. Ибрахим ше дейді. Ибрахим осы құрбан айттың құрметіне қойып жатырмыз ғой. Деймін ғой мен. Әжем жастықты бір теуіп, сен қатын тек пайғамбар туады екен деп. Жалпы да қызық әңгімелер көп негізі айта берсек. Енді рұқсат болса, бір қайырып ақырын, иә. Енді соңғы бір дүние болсын, жаңағы бір әзіл ретінде айтылып жүрді ғой, асабалардың арасында да бір халал тойдағы шайнек айтқан екен, 200-ді болудан шаршадым деп. Сондай бір темалар болды. Мен сол үшін де бір сосын Тақырып сол ғой. Иә, Тақырып сол ғой. енді жалпы халал той, негізгі халал той қалай өту керек, және біздің дінде той рұқсат етілген ба, рұқсат етілмеген ба, соны бір нақты. Мен айтайын, рұқсат болса. Иә, мен өз ойымды айтайын. Маған осыдан бір 6-7 жыл бұрын бір телефонға қоңырау келді. Сол бір үлкен апай екен. Аманқұл асаба баламсың ғой, осындай бір той жасағалы жатыр едім. Осыдан мен бір 2 жыл бұрын келін алғанмын. Сол кезде той жасаймын, құдалық жасаймын деген кезде отағасы қайтыс болып кетті. Той жайына қалып қойды. Сол әнімен деп жүргенде келінім аяғы ауырлады, перзентті болдық. Сонымен не құдалық жасалған жоқ, не үйлену тойы жасалған жоқ. Енді қазір баламның шілдеханасы деді ма, тұсаукесері деді ма, сонымен қосып әрі құдаларды шаңыраққа шақырып осындай бір той қылып өткізбек ниетім бар. Жақсы, құтты болсын, ағамыздың алдынан жарылқасын, қайырын берсін деп айтып жатырмын ғой. Сол енді біз бәріміз намазханбыз ғой, білесің ғой, енді дінде музыка деген нәрсе харам. Біздің той арақ шарапсыз болады, музыкасыз болады. Бірақ ресторанда той жасаймыз, осындай Ұзынағашта, осындай ресторанда деді. Сосын мен айттым, енді айтып болдыңыз ба дедім. Иә, бәріміз намазханбыз, балам дінде деп айтып жатыр. Жақсы екен, қабыл болсын, ниетіңіз. Енді былай болады, біз арақ шарапсыз тойға барамыз. Мен өзім асаба ретінде ол тойды жүргіземін. Ойын ойнатсам да, қазақтың ұлттық ойыны бар, арқан тартысы бар, ұмытылып бара жатқан салт дәстүр бар. Содан жұмбақ жасырып, қазақи дәстүрді дінмен ұштастырған халықпыз ғой о бастан. Солай жасаймыз. Бірақ сіздің мына музыка түбегейлі болмайды дегеніңіз реті келмейтін шығар. Өйткені сіздің келетін қонақтарыңыздың 100% бәрі діндегі намазға, құлшылыққа берілген адамдар ма дедім. Жоқ деді. Құдалар жағы ол орамал тақпайтын да, былай жағы намаз оқымайтын да адамдар көп деді. Жарайды дедім. Сіз қазір 100 адамды ресторанға шақырасыз, дастархан жаясыз. Мен асаба болып жүргізермін, бата сұрармын, музыка қоймаймыз, күй қоймаймыз. Әншілер ән айтпайды, жарайды. Сіз жақтағы кісілер үндемегенмен, ертең құдалар жақтан келіп маған біреу айтады, ой, шырағым, тойға келдік қой. Біз көптен күткен той. Мен бір ән айтайын десе, мен не айтам оған? Болмаса, бір музыка қойса, билеуге келдік қой деп бір құда келіп тұрса, мен оған не жауап беремін? Сіз менің жанымда тұрып, келген адамның бетін қайтарып тұрасыз, сонда қалай болады дедім. Біз барамыз дедім, арақ шарапсыз тойға барамыз. Аллаға шүкір, талай тойды өткізіп жүрміз. Ол жерде жаңағы Алланың көркем есімдерін айтып, қазақтың салт дәстүрлерін айтып, ұлттық ойын керек болса арқан тартыс ойнатып, салмақты, салиқалы, әдептен аспайтын мәдениетті той жасауға барымыз саламыз біз. Иә, қолдан келгенше. Және де тойдың иелерінің сұранысы болады. Жын ойнақ қылмайық,
ән шырқалса да қазақтың үкілі домбырасымен аллаға деген мадақ айтылып, әке шешені құрметте деген термелер айтылып, дәстүрлі сарында өткізуге болады. Ал мүлдем музыкасыз, мүлдем несіз, ренжімеңіз, мен сіздің тойды өткізе алмайды екенмін. Біз өткізіп жүрміз талай арақ шарапсыз тойды, бірақ солай жасасақ жөн болатын еді деп сөйтіп айтып едім. Балам көнбей жатыр ғой, мен балама сөйлесейінші, сол балама мен де соны айтып едім деп сөйтеді. Содан жарайды, сау болыңыз, еш жоқ, хабарласарсыз, бұйырып жатса. Балам айтты, егер музыка қосылып жатса, мен ресторанға шығамын да кетіп қаламын, маған сенің тойың бір тиынға да керегі жоқ деп айтты. Сол ана кісінің номерін сақтап қойғам, WhatsApp'та қарасам, кәдімгі өзіміздің анамыздай үлкен кісі, не жаулығы жоқ, не орамалы жоқ. Сол сияқты қазір енді ол былай жасалу керек деп біз ешқандай пәтуа бермей ақ қояйық та, бірақ қолдан келгенше менің өз ойым, той болғаннан кейін сән салтанаты болу керек шығар, өз деңгейінде. Жаңа әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағының тесері бар дейді. Сол айтпақшы, есті әнмен, салиқалы әңгімемен, дәстүріміз бен салтымызды ұштастырып жасасақ, ода тұрған әбестік жоқ шығар деп ойлаймын. Қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді ғой. Шынайы қуанышқа келгеннен кейін қуанышты бөлісе білген жақсы. Ол да нығмет қой. Әлбетте. Қуанышты бөлсең көбейеді. Қайғыға ортақ болсаң қайғың азаяды дей ма? Әбіш Кекілбаев ағамыз. Сол айтқандай, қуанышқа ортақ болып, онымен бірге қуана білуде, ол да бір мұсылманның бір шарты ғой. Ана Айша анамыз не дейді? Сенде пайғамбарымыз айтты ғой, сенде жаназаға келген жоқсыңдар ғой. Ана нелеріңді ұрып отырсаңдаршы. О заманда да аспап болып тұр ғой сонда. Тұр ғой. Анау Әл-Фарабидің Ақжан Мәшәни деген кітабында жазылған, сол Әл-Фарабидің кішкентай бір диалогы да. Сода айтылған. 70 түрлі аспап ойнаған Әл-Фараби тартып отырса, бір ұстазы келіп тартуға болмайды, харам деп тыйып тастапты. Содан қалай болар екен деп екінші ұстазынан сұрапты. Енді іштегі арпалыс бар ғой. Екінші ұстаз айтты: Меккеден Мәдинаға пайғамбар көшіп келгенде Тала'ал бадру алайна деп өлең айтып, ән салып, қарсы алды емес пе? Харам болса неғып сол жерде пайғамбарды тыйым салма. Жүсіп пайғамбар зынданда жатқанда қасындағыларының сырнай жасап қолдан сол жерде көңілін көтерген. Дәуіт деген пайғамбар патша болған, сол әскеріне дух беру үшін арфа деген аспапты тартқан. Арфа дейтін бүйтіп тартатын. Харам болса соны не қылмай ма? Тыймай ма сол кезде? Айта береді, тарта берді деп. Сол екеуі арпалысып тарысып не жүргенде үлкен ұстазынан сұрапты дейді. Екеуінікі де дұрыс депті. Сенің ақылың музыканы билеп тұрса, онда адал. Егер сенің ақылыңды музыка билеп кетсе, онда харам деп айтқан екен. Арам дегенді. Сол себептен әннің де естісі бар, есері бар. Естігенде көңілдің өсері бар дей ма? Ақылдының сөзінде ойлы күл, естігенде көңілдің өсері бар дей ма? Көңілді өсіретін нәрсе жақсы әуен, жақсы сөз. Жақсы сөз жарым ырыс дейді біздің қазақ. Жақсы сөз айтып сосын тілекке шыққан кезде де дайындалып келу керек. Тілек айтатын кісілер. Бағанағыдай қателіктер жібермеу үшін. Бір-бірінің несін қайталай бермей, халық жалықтырмай, тамадыларға сын айта бермеу керек. Тамадылар қай кезде шыңдалады? Қайрақ мен пышақ. Халық қайрақ болса, асабалар пышақ болса, қайралу керек та. Ол сол кезде өткір болады ол. Тәжірибе уақыттың өтуімен көп тоймен қайралады. Халықтың талабы ғой, жаңа саған арақсыз той жасалады, бірақ музыка болмайды деп жатқан. Кімнің талабы? Халықтың талабы. Халықтың ішінде, значит, сондай түсінікте жүрген адамдар бар. Бар ғой. Сіз сондай той басқардыңыз ба, Секе? Талайына бардық. Мен де біреуіне бардым. Жаман қиналады екенсің. Сондай тойдың жандырып жүрген Сырым Әуесхан мен кім ғой? Мына Қуаныш Қолқаев, баяғы марқұм болған Серік Қалиев. Домбырамен де арнау айтып не алмайды ма? Кейінгілерінде айтып бастады, жайлап қосып. Енді басында категорически аспапта, музыкада күйде қойылмайды тіпті деп қойдырмайды. Мен біреуіне бардым, екеуіне бардым сондай той. Бардым, музыка қойылмайды деп жарайды дедім, бірақ жаман қиын екен. Үлкен кісілер төрден бастап ортаға келемші сөйлеп тұру керек, сөйлемей қалсаң пустой болып қалатын сияқты. Жаман қиналып кеттім. Екіншісінде бардым, жастар екен. Бауырым біздің тойымызда өздері де агрессивный болып келеді ғой. Сендермен жасты. Примерно жасты. Менен үлкен де бауырым біздің тойымызда есік алдында болып отыр екен, кішігірім туған күн ба бірдеңе. Біздің тойымызда музыка қойылмайды, болмайды, шапалақ ұрмайды. Музыка қоймайсың, шапалақ ұрмайды. Аппарат бәрін әкеп алғанбыз. Қасымда музыкант бар. Мен өзім сөзге күшті, асабанмын. Анаған қарап, не істейміз дедім. Білмеймін, не істейміз дедім.
Бісміллә тәуекелден. Ақыры Бисмилланың өзін бисмилля деп айтыппын дейсің ғой. бисмилләден. Сөйтіп, ақыры бастадым да әңгімелерімді, ақыры не қылып, әзілдерді жай бүйтіп жіберіп көрсең, бәрін деп күле бастады. Бір десе болды, еркелейсің ғой, басқаша боласың. Неше түрлі тойларға бардық, мынандай перденің артында бет ашқан күндер болды. Неге? Енді Сондай ма? Болды. сондайлардың тойына да бардық та. Перденің артында тұрады, әйелдер ар жағында. Перденің артында сені көруге болмайды. Запрет. Бірақ бет ашу керек. Өсиетіңді айтып, сәлеміңді салдыра бер. Өсиетті айтуды қатырып жібересің ғой, өзі намаз оқы дейсің ғой. Өзі намаз оқып жүрген адамдар да өзі. Енді өсиет айтып кеттік. Ұстаздардың көп тойында өзіңіз боласыз, иә? Анау пірімнен рұқсат сұрайын, қазір пірім Пакистанда еді дегендердің де тойында болдық мысалы. Пірім рұқсат берсе болады, болмаса болмайды, ренжімейсің деп. Маған бәрібір ақшаңды берсең болды ғой. Менде мынандай болды. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын бір жігіттер хабарласты, осындай брат той басқарып жатсыз ба? Иә, басқарып жатырмын. Мен үйленейін деп жатыр едім, сол бет ашарыма сізді шақырсам ба деп едім деді. Иә, жанымда бет ашатын жігітім бар, өзім жүргенмін. Үйде болады, бет ашар шақырсын, хабарласам онда 1-2 күннен деді. Жарайды, хабарлас. 2-3 күн уақыт өтті, ұмытып кеттім оны. Сол түнде сағат 1-де ма телефонға звонок келеді. Брат, мен Құдай қаласа ертең бет ашар жасайын деп жатырмын, соған таңертең сағат 10-да келсеңіз, бет ашар жасап, үйде дәстүрімізді атап өтіп жіберейік, енді тойымыз деп жатыр. Құдай қаласа барамыз деп сөйтіп жаңағы бет ашатын жігітімді шақырып, барып енді списогін түзіп не қылуым керек, өзім бет ашпаймын ғой. Сөйтіп барып алдық, барсақ, сол бойда тура біздің алдымызда қызды алып қашып келген екен. Содан о жақтан құдалардан рұқсат сұрамаған, шаңыраққа кіргізіп алғанда аман есен бет ашарды өткізіп жіберейік. Сөйтсек, енді келін қалады ғой, көнеді ғой, деді. Ойбай, қалай болады екен, көрші бөлім ағайын туысқан. Иә, біз бет ашайын деп барып тұрмыз енді. Списоктарымыз бәрін реттеп алдық. Не қыламыз дедік, соны бастай берейік па дедік. Қуғыншылар келе жатыр екен, соған дейін ашып тастайық деді. Сосын қыз көніп тұр ма деп жатырмын ғой, енді бізде енді орта жүргенбіз. Иә, қыз көніп тұр, жігітпен жаңа қыз сөйлесіп жатыр, мамалар айтып жатыр. Мейлі барайық онда. Сөйтіп бардық та ел жұртты есіктің алдына жинап, енді құрметті ағайын, бет ашарларына жиналсаңыздар, Құдай қаласа қазақтың дәстүр салтымен талшыбықта елген ақ келініміздің бет ашарын қабыл алайық деп жатыр едім. Бір машина шаңғытып кіріп келді аулаға. Шық әкеңнің деді, айқайды бастады. Ана жерде енді бәріміз де әйтеуір тіршілік үшін бала шағаның несібесі деп жүрміз ғой. Құдай тілеуімізді беріп алып кетпегей деп тұрмыз да. Сонымен әйтеуір айттық, біз тұра тұрыңыздар, біз қатысымыз жоқ қой, біз шетте тұра тұрайық, өздеріңіз шешіп алыңыздар. Сонымен келді, шамал айқай хайбай болып алып кеттім. Жоқ, балалар өздері сөйлесіп жүр, анау бәрі ретімен келіп кетті да, қуғыншылар нан сындырысты да, кетіп қалды. Сонымен ал болды, рұқсатын беріп кетті деді. Ал бисмилля деп шын көңілмен бет аштық. Сонда мен айтамын да, енді жаңа келеңсіз жайт дегенде шығады ғой. Бет ашардың қақ ортасында келіп қалса не істейміз сондай жерде? Бет ашардың талқан болады ғой. Ашып тұрған жерде кетіп. Ашып тұрған жерде келіп. Сен сол жамағатпен бірге кіріп кетесің ғой ше. Самат не істейді? Сол ғой. Сондай бір келеңсіз жайттар болды. Енді той болғаннан кейін болады ғой. Бірақ әйтеуір аман есен бет ашарымызды өткіздік. Міндетімізді атқарып, ақшамызды алып қайттық қысқасы. Енді адамның ең қымбаты ол уақыт қой. Кешеде жалпы айтып жатырмыз ғой, енді алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Маған өзім күшті әңгіме болды. Енді тағы да бір сеге тағы бір шақыратын сияқтымыз, өйткені жетпей қалды ғой. Иә, тағы да. Сенің тақырыбың арақ шарап деп едім жаңа тойдағы. Жоқ, Сегенге тағы да бір не арнау керек сияқты, өйткені бұл кісінің кәдімгі жаңа Нұрлан Мұсаев ағамның Қышқыл мысқыл деген бағдарламасы бар еді. Иә. Сол бағдарламадағы әңгімелер сияқты жалпы жаңағы қазіргі жастардың тілімен айтқанда тичка дейді ғой. Нұрлан Мұсаевтың өзінде шақырып бір қонақтың тойы келіп жатса, Құдай қаласа. Осы тойдан алыс емес қой. Нұрлан бар, Мұхтар Ниязов бар. Мұхтар Ниязовтың бір әңгімесі бар, өткенде бір тыңдап қалдым да. Сол әкем айтқан бекер тыңдамаппын дейді. Не деп айтып еді әкеңіз? Айтып отқан жоқпын ба тыңдаған? Сол айтқанда тыңдау керек айтқанда. Әкем айтқан тыңдамаппын. Кеше звондап сөйлесіп отырмын ғой. Жақсы бір енді осы әлеуметтік желіден көріп жаңа әзіл деген еске түсіп кетті. Әлеуметтік желіден көрілген әзіл ғой. Аман қыз айтып беріп отыр ғой. Кеше бір әзіл көрдім дейді. Бір ерлі зайыпты үйленеді. Сонымен әйел айтады, енді біз екеуміз
Жаңағыдай бұрын сен мен біз деген әңгіме ортақ болды бәр нәрсе. Екеуміз екі жарты бір бүтін болдық. Екі жарты бір бүтін бәрін ортақ қой. Жаңағы маған банкоматтың карточкасын бересің бе десе, күйеу тұр ала ғой. Жаңағы көлігіңді бересің бе, ала ғой, ананы бересің бе, мынаны бересің бе деген. Ай, сұрай бердім. Ала бер, жаңағы Инстаграм паролін, телефон бәрін ала бер. Әйелі ең соңында тайбекпісің. Өміріңді бересің бе маған деген. Ай, күйеуіне қарап өміріңді бересің бе десе, берем, ала бер. Ондай өмірде не керегі бар деп айтады. Есіме түсіп кетті, күшті әзіл екен. Жазаланбайтын ұрылар бар дейді. Ол сенің уақытыңды ұрлаушылар деген екен. Ешкім уақытын ұрламай ақ қояды. Сол алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Болды енді кәдеге жаратайық осы әңгімелерді. Енді бұдан алатын адам өзіне керегін алатын шығар. Біз енді біреуге ақыл айтатында мен енді жеке басым ақыл айтатын жаста емеспін, просто көрген білгенімізді елмен бөлісейік, ішінде алар әңгімесі болса керек адам алады, алмайтын болса мүмкін өткізіп жіберер. Жаңа Абай деген ағамыз айтады, тойдың басында тұрмыз дейді, сөйтсе бір қыршаңқы сөйлейтін бір ағамыз қазір дейді, мына асабалармен амандасып алайық, қазір ақылды болып кетпей тұрғанда амандасып алайық деп айтады. Тойға ортаға шыққанда қатты ақылды болып кетеді, образға кіріп масканы киіп алып сондай ақыл айтып кетпейік деп. Жоқ, білгенімізбен бөлісейік дегеніміз, ешкімге ақыл айтып жатқан жалпы. Комментарийға жазу мүмкін, мыналар не отырып алып оттап отыр, өздері бүйтпей ма, асабалар сөйтпей ма, бірдеңе деген неше түрлі комментарийлер бар ғой. Жалпы енді жақсы бар. Қазақ елі негізі менің ойымша кез келген салада оянып жатқан сияқты. Кез келген салада, мысалы үйсіздерге үй алып беріп жатыр, ауруларды емдеп жатыр, иә? Тағы қандай жақсылықтар бар. Мектеп ашып жатыр, садик ашып жатыр, завод ашылайын деп жатқандар да бар. Кәсіп не істесе екен деп бүйтіп оянып, баяғы Мыржақыптардың оян деп дұға қылып кетті ғой. Солардың дұғасы қабыл болып, сол оянған шақта өмір сүріп жатырмыз ба деп өзім қуанамын. Дәл қазіргі сәтте жастар жүр, мысалы Қытайдан не алып келсек болады. Не істесек болады. Халыққа қандай пайдасы тисе әңгіме істесек болады. Мұны да сегізек деген ниет қой. Білгенімізбен шама келгенше бөлісіп жатырмыз, бірақ білгеніміз 1-9, білмегеніміз 99 ғой әлі. Өмір бойы адам. Бір алғыс. YouTube каналымызға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, жақсысы бар, жаманы бар, кез келген пікірлеріңізді қабылдаймыз. Енді бұл ешбір сұхбатта бұндай, жалпы сұхбат болсын, подкастта бұндай дүние болмағанша деп ойлаймын. Осы жерде осы енді бағдарламаның соңында өзіңіздің корон күшті батаңыз болатын. Үмітте тойда болдық қой соңғы рет. Білесіз ба? Үміт тойханада ағаларымыздың тойында болдық. Сол кезде ең соңында бір жалпы любой жеріңізде өзіңіздің бір батаңыз бар беретін. Воскресенье суббота. Салиқалы ой берсін дейтін. Салиқалы ой берсін, суббота воскресенье тамадаларға той берсін дейтін. Рахмет. Алла разы болсын.